Жүкті кезіңізде кіндігіңіздің айналасы ауырса, бұл видео сізге арналады. Видеоны толық көрмес бұрын каналыма тіркеліп қолдау білдірсеңіз қуанышты болар едім. Нәрестесін күтіп жүрген кез келген болашақ ананың денесінде күрделі өзгерістер орын алады. Тіпті ішкі органдар мен әйелдің денесінің әртүрлі бөліктерінде қандай да бір патология болмаған жағдайда да әйтеуір бір ыңғайсыздықтар пайда бола береді. Осындай ыңғайсыздықтардың бірі ол жүктілік кездегі іштің түймесінің ауырсынуы және оның шығуы. Дәрігерлер осы ыңғайсыздықтың, яғни жүктілік кезіндегі кіндік ауруының бірнеше себептері бар екендігін айтады. Оның біріншісі іштің өсуіне байланысты терінің созылуы. Екіншісі әлсіз іш бұлшық еттері болуы мүмкін дейді. Ал үшіншіден гормоналды өзгерістер аясында жатырдың тіндері мен байламдарының жұмсаруы болуы мүмкін дейді. Сонымен қатар ұрықтың белсенді өсуіне байланысты кейбір мүшелердің орын ауыстыруы кезінде де кіндік тұсының ауруы байқалатындығын айтады. Бұл процестердің барлығы кіндік аймағында жеңіл ауырсынуды тудыруы мүмкін дейді. Алайда ол жүктілік кезінде қалыпты жағдай болып саналады. Егер ауырсыну жүрек айнуы, құсуға, диарея сияқты белгілермен бірге келетін болса, онда дереу дәрігерге хабарласуыңыз керек. Мұның себептері вирустық инфекция болуы мүмкін, немесе бір тағамнан улану, немесе созылмалы аурулардың өршуі болуы да мүмкін. Бұл жағдайдың ең жақсы алдын алу шарасы ол жүктілікке мұқият дайындықтың болуы. Оның ішіне дұрыс тамақтану, витаминдерді уақытылы қабылдау, іш бұлшық еттерін күшейту және барлық созылмалы ауруларды алдын ала емдеу жатады. Ал осындай ауырсынуларды және одан туындаған қолайсыздықтарды азайту үшін мына кеңестерді пайдаланып көрсеңіз болады. Дұрыс тамақтануды қайта қолға алыңыз, дұрыс ұйқы режимін сақтаңыз және йога сияқты жеңіл-желпі жаттығулармен үнемі айналысып отырыңыз. Одан кейін ішіңіздің терісінің емін-еркін созылып жиырылуы үшін косметикалық майлар мен кремдерді қолдануыңызға болады және таза ауаға шығып жиі серуендеңіз. Егер сіз ауырсынуды сезсеңіз, демалуға тырысыңыз және бірнеше тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. Қолайсыздықты жою үшін косметикалық майдың көмегімен өз-өзіңізге жеңіл массаж жасап көрсеңіз де болады. Сонымен қыздар, жүктілік кезінде кіндік аймағындағы жағымсыз сезімдердің қалыпты жағдай екенін білдіңіздер. Яғни балаңыз даму үстінде, өсу барысында, сондықтан кіндіктегі аздап ауру сезімдерінен қорықпаңыздар. Тіпті сыртқа шығуынан да еш қауіптенудің қажеті жоқ. Алайда қатты мазасызданып, өз-өзіңізге сенімсіздік пайда болса, онда дәрігерге хабарласып, кеңес алудан тартынбаңыз. Ал қыз-келіншектер, сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.